Менің атым Қуаныш. Менің жалғыз өмір сүріп келе жатқаныма 2 жылдан астам уақыт өтіп барады. Атанам болған, оны еске алудың өзі бір қасірет. Менен атанам қандай адамдар еді? Оларды сипаттап берші десе, мен ол адамның көзіне үнсіз ғана жауап қатар едім. Қасірет дегенім, мен тіпті атанамды танып та үлгермедім. Егер әлдекім сенің арманың қандай деп тосыннан сұрақ қояр болса, мен бірден барлық бала ата-анасымен өмір сүрсе, таңертең оятқыштың даусынан оянбаса да, анасының даусынан туымам деп көзін ашса, керемет емес пе? Керемет. Қазір менің жасым 11-де. Мына кісілер кім дейсіздер ғой? Таныстыра кетейін. Осыдан 2 жыл бұрын, яғни атанам өмірден өткеннен кейін, мені осындағы туыстарым кезекпен бағатын болды. Уақыт өте келе, күнде қараудан туыстарым қиналды ма, әлде өздерінің туғаны болмаған соң ба? Әйтеуір нақты арғарай кімнің асырап алатын жайлы отбасы аралық жиналыс болды. Міне, көптен күткен осы жиналыстың басшысы да келді. Әй, отыра беріңдер. Бұл менің апам Балшекер. Қуаныш балам, келе ғой ортаға. Бүгінгі жиналысымызды ашық деп жариялаймыз. Так, біздің отбасымыздың бір мүшесі Қуаныш баламыздың әр туысының үйінде көшіп қонып жүргені бәрімізге мәлім. Сол себепті бүгін Қуаныш баламызды мына мен аман тұрғанда кімнің қолында қалатынын нақтылап алуымыз қажет. Қане, асыраймын, бағамын деушілер болса, пожалуйста. Ешкім үндемейді. Міне бірінші, әкемнің інісі болуы керек. Есімі Кеңес, қасындағы келіншегі. Түптеп келгенде, менің жеңешем болып тұр ғой, сөз осы кісіде. Бауырым баласы мен де баламдай ғой енді. Бірақ енді мен оны мына жағдайда алмаймын. Айып етпесеңіздер екен. Қараңыздаршы мені. Менің онсыз да бала шағам көп екені сіздерге мәлім шығар енді. Иә. Менен бірінші бас тартқан осы кісілер. Жарайды. Екінші, әкемнің ағасы Белес болатын. Бұлай ғой жалпы негізінде. Мен негізі бауым бағам. Бірақ өздеріңізді білесіздер ғой. Мен әлі үйленген адам емеспін. Жұрттар сосын ойламай ма? Мына Белестің үйленбей жатып бір баласы бар екен деп. Жоқ, болмайды. Болмайды. Точка. Болмайды. Охо, мынаны қара. Менен бірден екеу бас тартады деп ойламаппын. Одан кейін әкемнің әпкесі Питон. Мүмкін ерсілеу естілер. Негізі шын аты жөні Перизат. Толықтау болғаннан кейін оны осылай атап кеткен. Отау құрғанына 5 жылдың көлемі болса да, жездем екеуінің арасында нәресте жоқ. Менің бар үмітім Питонда еді. Мен өзім туам. Тіпті қояр емессіңдер ғой. Осы уақытқа дейін не тумаса, бұдан кейін де тумайды дейсіздер ма? Ойбай, масқара. Біздің шаңырағымыздан Мінгәл ағаның даусы шығады. Туам. Все, болды. Отыр. Ал сонымен мен өзім бір шешімге келдім. Кімнің қолында қалатынын Қуаныштың өзі шешсін. Все, разговор окончен. Қуаныш, өзің шеше ғой айналайын. Өй жарығым сол. Осылайша туыс таңдау маған бұйырды. Ол әрине маған қиынға соққан жоқ. Мен іштей өз таңдауымды алдын ала жасаған болатынмын. Анам әке мен шешеден бір ұл, бір қыз. Қыз менің анам, ұл менің нағашым Мақсат. Өзі бір түрлілеу, жан дүниесін қарапайым жан түсінер қоймас. Бала кезінен сәл аурушаң. 3 рет қатарынан үйленген. Бірақ бір менде сөз жарастырып отбасында ұзақ болмады. Бара ғой айналайын. Осылайша мен Мақсат ағамды таңдаған болатынмын. Ал ол... Осылай күндерде өтіп жатты. Мен өсе келе Мақсат ағамның қолғанатына айналдым. Менің таңдауыма қарсы болмаған соң, мен оған қамқор бола бастадым.
Дүкеннен бір күні келсем, Мақсат ағам демалатын түтігін аузына салып, пианино ойнап жатыр екен. Түскі асын тезірек дайындауға кірістім. Ағам көп сөйлегенді жақтырмайтын, бірақ тыңдағанды ұнататын, тыңдаудан жалықпайтын. Менің әр сөзімді мұқият тыңдап, оларға ерекше көңіл бөлетін. Оған өзім сүйіп оқитын шетел әдебиеттері ішінде Джеймс Гринвудтың өгей баласы Жюль Верннің 15 жасар капитанын күнде баяндап беріп отыратын едім. Ол қайғылы жерлеріне келгенде көзіне жас алып, күлкілі жерлеріне келгенде кәдімгі жас балаша қуанатын. Құрметті оператор ханым, мені мына дүниедегі ең құрметті, ең сүйкімді жандармен байланыстыруыңызды өтінемін. Дыбыстық сигналдан кейін байланыста боласыз. Ең құрметті жандарға, ең сүйкімді жаннан сәлем! Ол, сендер менімен сәлемдеспейсіңдер ме? Жарайды. Мен сендерді жақсы көретінімді тағы да бір рет естеріңізге салайын. Мен сендерді жақсы көремін. Ана, сені. Әке, сені де. Біз бүгін Мақсат аға екеуміз грек жаңғағынан бәліш пісіруді үйрендік. Сендер мен үшін қуаныш шығарсыңдар, я? Білем, үнсіз қуанышсыңдар. Сендерде ол жақта сөйлеме деп бұйырды ма? Түсінем. Шынымен, сендерді сағындым, ана. Әке, сендерсіз мен... Оператор, тезірек байланысты үз. Дыбыстық сигналдан кейін байланыс үзіледі. Менің жылағанымды ата-анам көріп қоймаса болар еді. Мені қиналып жүр екен деп ойлап қалмай ма? Ертемен Мақсат ағама таңғы ас дайындап беремін. Жарайды. Мен сендермен біргемін. Ауруымның алғашқы белгілері осы сәтте басталды. Мен мұны алғашында ағамнан жасырып жүрдім. Мүмкін жұқпалы ауру шығар деген күдікпен. Кенет далада футболды ермек қылып ойнап жүргенде, ауруымның асқынып дене қызуым көтерілгенін байқадым. Мен есімнен танып құладым. Есімде басқа ештеңе жоқ. Көзімді ашсам, аурухана бөлмесінің бірінде отырмын. Қуаныш, қолыңды көрсетші кәне. Мен не болса да соңын күттім. Бәлкім мен қателесіп жатқан болармын. Бірақ көмекшілермен тексере келе, бұл аурудың түрі әр 70 жылда қайталанып тұрады. Осы сенің алдында ғана Батыс Еуропада Джек деген бір 28 жас жігіт тура осы диагнозбен нақтыланған. Нақты қанша күннен кейін екені белгісіз, саған кәдімгі айдаһардың ұзын құйрығы денеңде пайда болады. Бет әлпетің де айдаһардікіне ұқсап өзгереді. Құлағың да айдаһардың құлағына ұқсас бола түседі. Міне былай. Бірақ сен қорықпа, сенің өмір сүруіңе ешқандай да кедергі жасамайды. Адамдар қабылдамаса да өмір сүруіңді жалғастыра бересің. Ең бастысы, қасыңдағылар сенен бас тартпаса болғаны. Тіпті денең ауырсынып мазаңда кетпейді. Маған сен төр түсің айдаһарға айналғанда маған кел. Тағы да бір тексеріп көруіміз қажет. Мен осылай күніге уайыммен жүрдім. Өмірімнің астан кестеңі шықты. Алға қойған жоспарларымды айтсаңшы. Үйге көңілсіз келдім. Айна алдында жиі тұратын болдым. Оң қолымдағы қабыршық енді сол қолыма да пайда болды. Айдаһардың құйрығы шыққан жоқ. Бүгінгі күн тыныш сияқты. Уайыммен ұйықтадым. Кенет мені өзге бір дене ұйқымнан оятқандай болды. Қатты қорыққанымнан айнаның алдына келдім. Қолымдағы қабыршықтар бұрынғыдан басқаша. Көзімді айнаға қарай жүгіртсем, басқа бір құбыжықпен жекпе-жек тұрғандай болдым.
Кеткен жерім осы. Үйді басыма көтеріп айқайлаған күйі Мақсат ағама жүгірдім. Мақсат ағам әжетханадан қолында тазалағышы бар. Қатты дауыстан шошып шыға келді. Менің түрімді көріп қаша жөнелді. Мені Мақсат ағам балалар үйіне өткізетін болды. Мендей құбыжықпен тұрғысы келмейтінін ол осы жолы ашық айтты. Мен өзімді қалуға қанша сұранып көрсем де, менен жиіркеніп, барынша құтылуға тырысты. Аптасына демалыс күндері келіп тұруға рұқсат берді. Солай мені арнайы машинамен балалар үйіне алып кетті. Мен құбыжық түріммен машинаның артқы терезесінен Мақсат ағама қимастықпен қарап барамын. Мен ағамның мені жақсы көрмейтінін осы жолы байқадым. Терезеден қарауды тоқтаттым да, орындыққа отыра қалып, мен де егіле кеттім. Бір шетінен Айдағар бейнесіндегі адамның көзінен жас ағызғаны қызықты. Мен жаңа өміріме дайын болуға бел байладым. Жалғыз қалдым. Сол баяғы жер тағы да жалғыз. Кенет есіктен тәрбиеші: Қуаныш далада сені алып кетуге келіп тұр. Тәрбиеші апай, сен күтіп тұр дегенде, мені шынымен әкем мен шешем әкететіндей көрінді. Кәдімгідей ерекше бір тылсым күштің себебімен мені алып кететіндей көрінді. Мен олардың жүздерін көруге сондай асықтым. Жоқ, мені қазір ата-анам көрсе шошып қалар. Не істерімді де білмеймін. Бірақ шықпасам, олар мені тағы да тастап кететін секілді. Мен қандай болсам да, олар мені өздеріне солай қабылдайды. Кенет қарсы алдымда Айдағар киімін киіп алған Мақсат ағамды көрдім. Аз уақыттың ішінде маған досты, ата-ана да болған адамды көріп, мен қатты қуандым. Мен барлығынан үмітімді үзгенде, Мақсат ағам ойымды өзгертті. Ол маған адамның сұлулығы сырт келбетінде емес, ішкі жан дүниесінде екенін айтты. Осылайша мен Мақсат ағамды одан сайын жақсы көре бастадым. Мен өз өміріме өкінбеймін. Мен өз отбасымды таптым.